өтті. Жезқазғанда бірінші рет Қазақмыс Open халықаралық турнирі өтті. Жарысты Қазақмыс тобы мен Қазақстан Республикасы үстел теннисі федерациясы бірлесіп ұйымдастырды. Онда еліміздің түкпір-түкпірінен келген айтулы спортшылар мен ресейлік теннисшілер бақ сынады. 2 күндік бәсекенің нәтижесі туралы тілшіміз айтып береді. Қазақмыс Open турниріне кәсіби спортшылармен қатар әуесқойлар да қатысты. Олардың қатарында Қазақмыс қызметкерлері де бар. Жарыс жолына жалпы саны 90 адам шықты. Оның ішінде 26 теннисші Ұлытау облысының намысын қорғады. 6 спортшы өзге өңірлерден, 2 адам көршілес Ресейден келген. Оның біреуі Ресейдің 3 дүркін чемпионы, Олимпиада ойындарының қатысушысы Анна Тихомирова, екіншісі Ресей спартакиадасының жеңімпазы Иван Никулин. Сонымен қатар жарысқа халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, Қазақстанның спорт шеберлері, әлем және Азия чемпионаттарының қатысушылары бар. Олар Сарвиноз Миркадирова, Арысбек Артухметов, Әкімәлі Бағдаулет. Қарағандыда өткен Қазақстан Open 2021 халықаралық турнирінің жеңімпазы Айя Әлімбаева да осында. Бұл жарысты жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіп тұрамыз деген жоспарымыз бар. Турнирдің көркін жасөспірімдер бәсекесі қыздыра түсті. Бұл категорияда 49 теннисші өзара мықтын анықтады. Қыздар арасында Шұғыла Мұқаш үздік атанса, бозбалалардың ішінен Заңғар Тағабек алдына жан салмады. Кәсіпқойлар арасындағы жарысы тартысты өтті. Жігіттерден Қазақмыс Open жүлдесін Иван Никулин, Евгений Груздов пен Сағындық Құрманбаев иеленсе, қыздар арасында Анна Тихомирова, Сарвиноз Миркадирова мен Гүзел Торшаева суырылып шықты. Первый раз на таком турнире. Мұндай турнирге бірінші рет қатысып тұрмын. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Бұл керемет спорт. Бәріңізді бір рет болса да үстел теннисін ойнап көруге шақырам. Ал айналысып жүргендерге сәттілік пен спортқа деген сүйіспеншілік тілеймін. И достойных побед. Жеңімпаздар лайықты марапатымен қатар ұйымдастырушылардың алғысына бөленді. Қазақстан үстел теннисі федерациясының 70 жылдығына орай ұйымдастырылған жарыстың жалпы жүлде қоры 2 миллион 700 мың теңгеге жетті. Ақшалай сертификат пен дипломды Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Нұрахмет Нұриев табыстады. Сондай-ақ жеңімпаздар Ұлытау облысы әкімі Берік Әбдіғалиұлының қолынан естелік сыйлықтар алды. Қазақмыс осылайша бұқаралық спорттың насихатталуына үлес қоспақ. Серік Селеубайұлы, Бота Ибрагимова, Амир Ибатов,